Yağmur dinmiyorsa, yollar bitmiyorsa, sen üzülme, bir gülümse gel benimle. Her şey bitti derken şansın döndü birden. Aşk öyle bir mucize, benimle gel. Сәлем достар, бүгін біз өте ерекше сабақ өтеміз, себебі бұл біздің 19-шы сабақ, яғни қорытынды сабақ. Бүгін біз барлық грамматиканы қайтадан қайталаймыз, сөздік қорды тексереміз, сөйлем құрауды қайталаймыз, көште тілін ресми және бейресми сөйлеуді қарастырамыз. Сабақ соңында сендер еркін сөйлеп, сұраққа жауап беріп, кез келген ситуацияны түсіне алатын боласыңдар. Өзін таныстыру отбасы достар. Benim adım, ben yaşındayım, ben Kızıldayım. Ailem var, arkadaşlarım çok. Күнделікті тіршілік және хобби. Ben yemek yerim, ben хоккей ішерім, ben kitap okuyorum, ben futbol oynarım. Көше тілі, ben gidiyorum, abi bilet var mı? Саяхат және мейрамхана. Bilet almak, rezervasyon yapmak. Oda var mı? Menü ne kadar? Spir 1-200. Saat kaç? Saat neşede? Gün pazartesi salı. Ay okak Şubat. Сінесімдер және оны көпше түрі. Güzel ev, әдемі үй, güzel evler, әдемі үйлер, зеңнелер, кеншілер көпше түр. Етістіктер және модальды. Yapmak, istemek, sevmek, öğrenmek, болашақ, өткен шақ. Есімдіктер, сұрау сөздері, сленг. Ben, sen, o, biz, siz, onlar. Ne, kim, nerede, kaç. Abi, ya, hadi, yok, artık көше тілі. Бірінші тапсырмасы 10 сөйлем құра, өзін, отбасын, хобби, күнделікті тіршілікке байланысты. Екіншісі диалог құрастыр, мейрамхана немесе қонақ үйде жүргенде. Үшіншісі көше тілін пайдаланып сөйле, яғни сөйлем құрастырасың, диалог. Осымен біздің сабақ аяқталды. Сіздермен болған Жансая, сау болыңыздар.